Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Қазақ бауырларымыз тыңдап тұрса да, аларға да айырым саламатсыз ба, құрметті қазақ бауырларымыз. Міне яңа гына біздің жетекшіні искать жүрген, парикмахерге кірдім де, шында біраз сөйлесіп шығып, шында әлі бір жетекші бар еді біздің редакцияда, бас мұхарир. Шул планеркада бір вақытта мәселені көтерді. Міне кибетте, мәселен кибетлерде қазақша дүкен, анда мәселен орысша айтмышли, сдача неше тиын, шуны бермейлер. Мен енді сәуданы алып барған болғаш, енді сәуда мәселелерін, вопросы торговли орысша айтмышли. Енді біраз моторничек болған қарағыз. Бақаслашып кетем дегенім, соңғыдан бақасқа біраз кірдім енді. Шушы миляш дейлер ме, рәбині миляш ме, көп болса емеш қыш салқын бола дейлер. Міне бір тапқыр көрдім енді, қыш салқын болмады, миляш көп болды. Міне қазірде миляш көп, қыш бек алай салқын болмады. Енді шол түп мәселеге көшек енді. Мен енді бақаслашқа жерге жиналып отырғаным, шүнки сауда мәселелер мен газетті алып барам дейді. Анда орын басары, ол әйе мәселені қозғалыпты. Баш мұхарир ихтибар етмә санарға деп ойладым шу мәселеге. Бірінші тиын бит шунда енді қайсы уақытта. Әлі айтсалар да емеш. Кибетте бір тиын, әлі неше тапқыр ешіттім кішілерден. Ол міне бір тиынны алды. Шүнки бір тиын жетмеген шақта кибетте сіңе товар бермейлер деп. Қайсы жерде шулайдыр, қайсы жерде шаналар. Еді 2 тиында, 3 тиында бақиллилер нәрсе деп айтылар. Прощали емеш. Шуны айтасы келе. Баш мұхарирдің орынбасары шул мәселені қозғалыпты. Мен айтем дегенім енді. Мұнда нәрсе бар енді. Бір нәрсе де жоқ мұнда. 1-2 тиын нәрсе енді шул. Шунun үшін материал жазып тұрғам енді. Баш мұхарир тұтты да айталар, бір тиыннан шулай байып кетелер де, кибетшілерде. Мен енді сауда мәселелеріне тидірінірек нешек шумы берген кіші, білем енді аларда тігісі шірей, мұнысы шірей, яңағына әліміне нәрсе дейлер, нар, яғни гранат орысша алған ем тағы. Шираттағы енді бір алдым, ілік алған ем, неше шірік болып шақты. Бұл елді кетірдім де, анын хақында айырым тағы сөйлермін. Шунда шықтым да енді берділер ақша, кісіде әзірек ақша бар. Азғына шолтығы ипи алырға нәрсе шолтығы гранатны кері қайтардылар, бет шірген гранатны. Әлі әріпләшіп тұралар елар. Қайтарға мы, жоқ мы, нәрсе деп, мен айтам, мен сізге көрсетірмін әлі. Халықны алдап тұрасыз, шірікні сатып, мен айтам, ұялмайсыз да. Сіз ғафутынерге тиіш, халықтан шірікке халыққа сатып тұрған шақта. Біз гіл ғайыплі болып шығабыз. Келе ятам бір әбей ұтыра. Помогите деп картонға yazып болған. Ол халық арасында түрлі фикірлер ери бұл хақта. Кімдір айтты ол ялған отыралар міне қайсы уақытта. Мен енді болды шақары бізде мен мәселен бір уақыт нәрсе мен алдым. Рызық алдым. Әйе, рызық. Нәрсе ол болды. Бір неде рызық алдым енді шында. Шығып келем, ол ақша сұрап тұр. Мен тұттым да анарға рызықны, кибеттен алған рызықны тақдим еттім.
Ул баш тартты. Мен шунда уйлап қарадым, сен алай бик мұқтаж түгілдір, бәлки тек ақша жиып қына отырасың деп, шошында деп ойладым енді. А міне отыралар тігі юлны узалар бет, подземный переход деп атыйлар. Шунда сабыйлар отыралар, анда мен базарда қайтып келем. Сабый отыра, һәр қайсы ақша беріп тұра. Мен ешіттім, ол атасы, әлі шігәлінер, әлі кім ол халық. Отыра, малай, мен айтам, ешіттім, ол атасы тартып ала ақшаны деп, шына көре. Мен ұшында яшілшәмі, жоқ, яшілшә жемішлер, не дейді, бір не дейді, тәмлі жеміш алған базардан. Шол анаға бөләкләп кеткенім, ол шатланып қалды. Шуны беруге, ол өзі ақша инданы. Менә шулай. Менімше шул дұрыс болды, ол сабыйлар отыра, аталары талап отыраны кеш білен тапқан ақшасын. Берем, жоқмы, кім біле. Менә өзіңіздің рызық білен үлешсәгіз, бәлки анарға сауабы да көбірек. Шатлықта болыр. Менә бұл ханым, мен енді кісәден қарап, анды енді менің түгі принцип бойынша сұрасалар, аз болса да беріп кетірге деп. Мен башта бір уақытына ақша тапқаным, 2 сумлық таптым да, шынасы қарасам, анда 10 сумда бар екен. Мен айтам, қая берем. Келіп 10 сумны берем десем, кебіттен шық келе бір егіт. Міне қар ең қызығы, шол тыңдап тұрғыз ең қызығы. Егіт шық келе, бұл картонканы көрді, помогите деген yazған. Ханымның шулық кісәсіне қолын тықты да, ақша шығарды бір пачка. 5 мыңлік бірнеше, әлі бірнеше, 10-15 манда 5 мыңлік болды мұ кісәсінде. Шуны нешіп шутлаған шекілі тігі кассирлар бет ақшаны шутлы, шуны көбік шутлаған шекілі бұл бармақлары білен тігілей бұғар югіртті да, бір қағазына шу арасына тау болды да, мен көз ташлаған ем, 1000 сум ақша ташлап кетті бұл апаға, 1000 сумны. Аны енді видеоға түсірсаң шамасы, шуна көре мен аны түсіріп те тұрмадым енді видеоға, тек шуны айтасы келі. Міне кімдір сөйле, міне фәлән кішіге бердім шуны қатылы деп. Ол енді айталар бір яқтан. Бір қолың, екінші қолың көрмәгісін, бірінші қолың нәрсе беріп тұрған. Бірі түрлі енді. Өзара сөйлешкен шақта, тіге қайсы уақытта айтасың, шунда ешітесің. Алларды ялған, алдап отыра. Мен айтам, әйе, бәлки шулайдадыр, бәлки ялғандадыр. Халықны алдап, ақша жиып та отыралардыр, кім біле аларны. Әмма міне кіші дұрыс та мұқтаж болса, кімге гүнахы ол? Менімше ол кіші мұқтаж болмаса, тіленіп отырса, анарға гүнахы. Сен беріп кетсең білмеші. Кішіні шекленіп, кішіні шекленіп, сен анаға бермей кетсең, ол бәлки мұқтаждыр. Шына көре айтасы келе, аз болса да беріп кетіре керек. Бізді әне марқұм айтадыр, бір рахмет мың бәледен сақлаған дей. Шына көре. Міне шул қызық көрініш білән тамамлысы келгенім. Бәлки сіз екінші фикірде тұрасызdır. Әлі мен тек бір үстәп кіде жіберес келе. Мен Тажикстаннан келген бір таныш айтқаны. Мен айтам, міне Люли деген ме шул тігі таулардан келген Таджикстаннан балалар білән орамда бізді. Ол айтадыр. Енді орамда сұрап отырғанды, олды нәрсені көрсетеді. Сіз яқшы яшайсыз де. Сіз де ауыр яшасаңыз, бәлки алар мұнда отырмасылар де. Шуңа көре айтасы келе бір яғынан шатландырсын ол міне. Орамда кімдір сұрап тұра, шуң білән өзіңнің хәліңні, тұрмышыңны шағыштырасың да, біраз шатланырға сәбәп бар. Екіншіден ол har kishi o'z fikrida tura. Yordam etirganmi, shunday kishilarga yo'qmi, kim bilar. Chunki turlisi bor orasida. Vaqtida mening tigi opamning malai hali menga bir vaqtda fotografiyada ishlaganda сөйләгән. Шул подземкада эшли.
анда ди гілді шул шигәннәр утыра ди, қолын сузып ди. Бір вақытта ди, алып келді ди, ол фотографиясын ди, неше бастырға ди, пленкасынан бастырға ди. Мен аны қараған ем ди, алар зор байрам уздырғанлар, көңіл ашып, табунларында, яғни үстәлінде нәрсегіне юғанда ди, түрлі рызықлар ди. Мен аларны хайыршы деп ойлаған ем ди, аларында шулай ақша жиып отыра екен ди. Шуның белән тамамлыйсым килә. Әгәр дә фикерләрегез булса, сез нәрсә уйлыйсыз бу хакта? Бирергә кирәкме, бирмәскәме? Үзегез карагыз, үзегез фикерегез белән уртаклаша аласыз. Исән сау торыгыз. Уңышлар сезгә.